Достар, бізге көп қойылатын сұрақтардың бірі жаңағыдай сауда, өндіріс және құрылыс компаниялар жаңағы бірден CRM орнатып жатады. Өйткені CRM қазір қатты реклама, кез келген компания CRM болу керек деп CRM орнатып жатады бірінші очередь. Сосын кейбірлері CRM қойып, яғни CRM қоймастан BI орнатып жатады. BI, визуализация отчетов, да. Енді біз оларға қазір не айтамыз? Да? Мынау деген жаңағыдай CRM, BI деген, ол деген негізінде кейін жүретін мәселеде, кейін жүретін программаларда. Ең алдымен кез келген сауда, өндіріс, құрылыс компаниясында жаңағыдай фундамент. Бірінші этап дейміз да, ең бірінші не болу керек? Ең бірінші кез келген компанияда 1С управление торговлей или комплексная автоматизация әлде ERP, да? Ол компанияның үлкен көлемінен, спецификасынан соған байланысты. Сөйтіп жаңағыдай бірінші үй құрылғанын, үйдің жаңағыдай негізі фундамент болғандай, есеп қисаптың негізі фундаменті 1С управление торговлей, комплексная автоматизация, ERP. Неше түрлі бұдан да жаңағыдай арзан программалар бар, бірақ олар жаңағыдай енді қазір кәсіпкер кішкентай болғанмен, болашақта үлкен жаңағыдай сондай жоспар болатын болса, Қазақстанға түгел жасаған филиал, франчайзи, масштаб, жаңағыдай шетелге шығу, қазір жаңағыдай мына жерде Алматының көп кәсіпкерлері Қытайға шығып жатыр да, соны үлкен болатын болса, болашақтағы жоспар үлкен болатын болса, оларға міндетті түрде осыны жаңағыдай бірінші этап жаңағыдай 1С управление торговлей, комплексная автоматизация, ERP енгізу керек, иә. Сосын екіншісі, одан кейін барып, ол құрылғаннан кейін барып, екінші этап, ол жаңағыдай CRM, иә. CRM деген әлдетте жаңағыдай екінші жүреді. Өйткені CRM-ді қойсаңыз, ол жаңағыдай сауда компанияның CRM қоятын болсаңыз, ол жаңағыдай сату бөлімі деген, олар мына складтағы, қоймадағы бүткіл товарды көріп отыру керек. Ол клиенттің бізге қарызы, жаңағыдай біздің поставщикке қарызымыз, да, складта қанша товар бар. Осын бәрін жаңағыдай CRM деген отдел продаж, сату бөлімі, сатып алу бөлімі, қойманың жұмысшылары, бухгалтерда, кассир, бәрі жаңағыдай CRM-де жұмыс істеп отыр, осыны ақпаратын бәрін көріп отыру керек. Оны көрмесе, ол CRM-ден жаңағыдай пайдасы болмай қалады. Сол себептен біріншісі негіз, CRM орнатпастан бұрын негізді құрып шығу, ол жаңағыдай мына 1С. Екіншісі жаңағыдай қадам, ол деген мына CRM, ол үйдің қабырғасы сияқты. Үшіншісі, ол жаңағыдай мына BI система, да? BI система. И осын бәрі болғанда, содан кейін уже мына маркетингке ақша салу деген одан кейін болады затта. Мына жақта мына рынок деген жаңағыдай осындай бір болт сияқты жасайтын болсақ, рынок, нарық, сол нарыққа ақша салып, ол нарықтан жаңағыдай бері қарай жаңбыр жауып, бері қарай жаңағыдай жаңбыр жауып келу үшін, иә, мына рекламада маркетингке салған ақша, иә. Сөйтіп жаңағыдай осы үйдің жаңағыдай үстіне келіп құйылу керек, иә. Сосын барып жаңағыдай мына жерден CRM система и мынау үшінші этапта BI деген ол үшінші этап. Өйткені жаңағыдай BI деген жаңағыдай әбден өзі мына фундамент болып, иә, бүткіл цифрлар нақты шығып, сосын барып жаңағыдай CRM бәрі орнатылып, бүткіл жаңағыдай информация технология бәрі шығып, цифрлар бүткіл жаңағы терең разрез, бүткіл жеңілдік бәрі қолданып, тек қана одан кейін барып жаңағыдай қалған жаңағыдай мына бүткіл мына фундаменттағы показательдар, цифрлар, CRM-дегі показательдар, солардың бәрі осылай жаңағыдай BI-ге құйылып, сол кезде BI-дан да пайдасы болады. Осындай жаңағыдай үш қадам болмағанша жаңағыдай мына BI-дан да, BI деген одан да пайда болмай қалады, CRM-ден де пайда, ондай көп аса сондай болмай қалады. Жаңағыдай осындай жаңағыдай фундамент болмағанша, осындай жаңағыдай тәртіппен істелмегенше. Мына видео деген бізге көп хабарласатын клиенттер бар, жаңағыдай енді тренд қой, мына CRM біз уже төлеп қойдық, уже істеп жатырмыз, уже орнатып жатырмыз, сол қалай болады дейді да. Біз оған айтар едік та, жаңағыдай CRM-ді дұрыс, бірақ жаңағыдай бірінші управление торговляда енгізіп алып, CRM-ді үстіне қою керек. Одан кейін барып
жаңағы опален торговли, CRM, сосын барып одан кейін барып тек қана BI. Әйтпесе жаңағыдай BI деген ол деген визуализация отчетов та, жаңағыдай уже шығып тұрған цифрларды әдемілеп қою да BI деген. Ол жаңағыдай сіздің жаңағыдай фундамент болмаса, цифрлардың бәрі қисық-мисық болса, сіз оны жаңағыдай қалай оны визуализация істейін деп жатсаңыз да. Сондықтан осындай жаңағыдай бір үш осындай негізді именно опален торговляның біз деген бүйтіп мына жерден мына осылай төртке бөлеміз да. Төртке. Жаңағыдай отдел продаж, бухгалтер, кассир, склад, логистика, отдел закуп. Осылардың бәрі жаңағыдай уже бұрынғы видеоларымызда бар. Осылар өзінің міндетін осы жерде опален торговля атқарғанда, цифрлардың бәрі шыққанда, отчеттің бәрі шыққанда, одан кейін біз ары қарай қалай жеңілдетеміз. CRM-ді біз деген қай жағына күшейтеміз. CRM деген жаңағы мына отдел продажы күшейтеміз бе, отдел закуп күшейтеміз бе, бәрінен қатар осының бәрі жаңағы қалай болу керек. Уже CRM деген әлдетті жаңағы екінші қадам. CRM деген ол екінші қадам.